Аққайын балабақшасының бүлдіршінімін. Менің тәрбиешім Ләйла Бектенқызы. Бүгін біз ауа туралы қызықты тәжірибелер істейтін боламыз. Алдарым, олай болса сен балаларға ауа туралы не білетініңді айтып кете қойшы. Ауамен тыныс алады. Ауа болмаса адамдар өмір сүре алмайды. Ауаны бар екенін дәлел деймін. Міне, мен өзіме ауаны сезіп тұрмын. Өткені мен ауаны ұшырдым. Сіз сезіп тұрсыз ба? Әрине дарын, мен де ауаны сезіп тұрмын. Өйткені бос жерлердің бәрінде ауа болады екен. Ауа көзге көрінбейді, бірақ ол сезіледі. Солай ма? Алдарым, қызықты тәжірибемізді бұдан ары қарай жалғастырайық. Мына өздерің ойнап жүрген күнделікті доптарың, иә? Енді осы добыңды екі алақанның ортасына салып, қысып қарашы. Ал не байқадыңдар? Ішіне қарай кірді. Я, добың ішіне қарай кіріп тұр, я? Себебі неде деп ойлайсың? Оның ішінде ауа бар. Дұрыс айтасың. Доптың ішінде ауа болады екен. Ал енді добыңды секіртіп қарашы. Добың не істеп тұр? Секіріп тұр. Неліктен секіріп тұр? Ауаға секіріп. Балаларға енді қандай қызықты тәжірибе көрсетеміз? Ләйла Бектенқызы. Мына бос қалташамен тәжірибе жасап көрейікші. Жарайды. Мына бос қалташаны алып, біз көрінбейтін ауаны жинап алайық, иә? Міне. Не жинадық? Ауа. Я, көрінбейтін ауаны біз бос қалташаға жинап қойдық. Ауа шығып кетпес үшін аузын не істеп қоямыз? Байлап қоюымыз керек. Біз балаларға тағы да бір қызықты тәжірибемізді көрсетіп жіберейік, иә? Ол үшін бізге бос шыны ыдыс керек, шар керек, түтікше керек, қайшы керек, бос бутылка керек және құтыдағы су керек. Бірінші, құтыдағы суды бос бутылкаға құйып аламыз. Енді бос бутылканы, су құйылған бутылканы қайшымен тесіп аламыз. Енді түтікшемізді тесілген кіргіземіз. Енді мынау шарымызды дарын, сен өріп бер. Біреміз. Рахмет. Міне дарын, суымыз бос ыдысқа су бұрқақ болып ағып жатыр. Себебі шардың ішіндегі ауа суды итеріп жатыр. Дарын, бүгінгі тәжірибелер саған ұнады ма? Я, әрине. Бүгін ауа туралы тәжірибелер істедік. Маған ұнаған су бұрқақ.